Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өзімнің балық қуыру әдісімен бөліскім келіп тұр. Және де қыс мезгілінде балықты жеу өте пайдалы. Және ол қыстың күні бір ерекшелігі жазға қарағанда қылтығы да аздау болып, етті жақсы байлайды балықтар. Және де балықты таңдаған кездеріңізде мынада менікі сияқты қаралауды алмаңыздар, себебі мен базарда барын алдым. Егер сіздер сырты осылай қара емес, жылтыр түрін алсаңыздар, ол балықтың еті өте дәмді болады. Ол деген сөз, балық теңіздің астында жүрген балық, жылтыр болады. Лайқа суда, судың бет жағында жүрген балықтар сыртқы қабаты, терісі осылай қаралау болып кетеді. Теңге жақтары. Ол бір өте қатты жаман деген сөз емес, просто судың астында, таза суда қоректенген балық, мына сырты қараға қарағанда более тәттілеу болады деген сөз. Ал достар, енді іске кірісейік. Әркім өзіне ұнаған пішімде турап алады. Мен өзіме 4 бұрышты пішім ұнайды балықтың. Сол себепті де 4 бұрышты қылып турадым, және де артық қанатшаларын алып тастадым, себебі ол босқа майды өзіне сорып алады да, өзіне тартып, жейтін қызық ештеңесі жоқ ол жерде. Мінекей, арасын осылай осып алсаңыздар болады, себебі балық өте етті болғандықтан балықтың өзі тез піседі. Арасы шамалы былжырап піспей қалуы да мүмкін. Сол себепті арасын осылай оссаңыздар, әрі тұзды алып, әдемі дәм болады. Және мен бұл жерде 2 балық алдым. Үлкенім сазан, және кішірегім бір түрі ол карас. Карас өзі ертегі де бар ғой, алтын балықтың ертегісі. Сол сияқты оның да өзінде өзгеше дәмі бар. Сол себепті бір карас ала салдым. Базарда бары осы болды. Және балықтың басын мен өте қатты жақсы көрем. Мен жігітім айтпақшы, сен әйел басыңмен ұялмай бас жейсің ай дейді ғой маған. Сіздер де солайсыздар ма? Маған балықтың басы өте қатты ұнайды. Және оның жаңа желбезектерінің арасын алып тастаймыз. Және де мен көзінде ойып алып тастаймын, себебі енді қанша дегенмен көзін жеу адамға шамалы неприятно болады. Сол себепті мен көзінде ойып алып тастаймын. Осылай жасасаңыздар болады. Және қуыруға мен көбісі ұнға малып қуырады. Мен біршама өзгеше жасаймын. Мен ұнға қармаймын, себебі ұнға қарылған майды біріншіден топан қылады, екіншіден балығыңыздың сыртқы қабаты кәдімгідей бүйтіп алсаңыз ұнмен алынып тұрады. Ол кәдімгі кожа екен көрініп тұрады. Сол себепті быламыққа жасасаңыздар, балығыңыз өте дәмді бауырсақ сияқты қып-қызыл болып кіршілдеп шығады. Мен осылай быламық азғантай суға, оған тұз ештеңе қосудың қажеті жоқ. Балығыңызды осылай тазалап аласыздар, суын жақсылап тұздап, тұзын өте көп қосудың қажеті жоқ, себебі өте тұзы көп кетсе де ащы болып, жеген кезде тек қана тіліңіз тұзға қуырылып қалуы мүмкін. Осылай аздап бір шама тұздап, бір 20-30 минутқа ғана араластырып қойып қоямыз. Оған дейін біз басқа тірлігімізге кірісеміз. Яғни жаңа жоғарыда айтқандай быламық дайындаймыз. Оған жай ғана 200 грамм, 300 грамм, яғни балығыңыздың көлеміне қарай су аласыздар. Жай ғана су, ыстық су, мұздай су, ол қатты аса маңызды рөл ойнамайды. Және де соған мен бұл жерде 200 грамм суға 2-3 ас қасық ұн салып, вилкамен, қасықпен, өзіңізге ыңғайлы ыдыспен, венчикпен де жақсылап араластырып быламық дайындап аламыз. Өте қатты еленіп те қалмау керек, өте қатты сұйық та болмау керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай құймақтың тестасына ұқсап кетеді. Және бұның құрамына басқа артық ештеңе қоспайсыздар. Егер сіздер осы быламықты пиваға істеп, арасына чеснок турап қосуға да болады. Оның да дәмі өте керемет болады. Және мен осылай 2 пиязды алып, тәрелкеме, яғни балықтарымды төсейтін тәрелкеме астына осылай пияз турап аламын. Ыстықтай балығыңызды осы пияздың үстіне тастасаңыздар, жайғастырып қойсаңыздар, пиязы бір шама өледі. Және де
балығымыздың майында осы пияз сорып алады. Оған балыққа пияздың иісі, дәмі ұрып, әдемі дәм береді. Мінекей, майымызды алдын ала қыздырып алдық та, балығымызды дәл осы бұламақтарға бір-бір батырып, видеода көріп тұрғандарыңыздай, арқасын алдын жақсылап қызартып қуырып аламыз. Бұл өте қып-қызыл бауырсақтай болып піседі. Балықты қуырған кездеріңізде біршама бетін легенмен жауып қоюға да болады, ашық қылып қуырсаңыздар да болады. Әркім өзінің қалауы. Кейбіреулер айтады, бетін біршама жауып қойып қуырсаңыздар, сүйегі де жұмсарады деп. Мен әртүрлі әдістерді қолданған, бірақ қатты айырмашылықты сезе қойған жоқпын. Мінекей достар, балығымыз да өте қып-қызыл әп-әдемі болып қуырылып жатыр. Достар, егер сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, лайк басып тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен де бөліссеңіздер болады. Маған әртүрлі өздеріңіздің пісіру жолдарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Өте қатты қуанамын. Достарыңызға тарқатсаңыздар да болады. Мінекей, осылай жасаймыз. Балықтың пайдасы әсіресе көзде, есте сақтау қабілетке өте пайдалы. Омега 3 былайша айтқанда.